Инсульт, инфаркт қайдан келеді деп ойлайсыз? Осын дертке ұшырап жатқан адамдардың көбінің гематокриті дұрыс емес. Гематокрит деген не? Қанды білесіз ғой. Жартысы плазма, жартысы қызыл қан болу керек. Ал сіз енді су ішпеген кезде ағзаға су керек, ол қайдан алады? Ол қандағы плазмадан алады. Соңын плазманың көлемі азайғаннан кейін қаның қоюлана бастайды. Мен өзім мынандай міне термосты алам, таңертең 50 градусқа дейін суды жылытып алам да, осы жылы суды ұрттап ішіп жүрем. Қарапайым ғана краннан фильтрден өткен суды алам, 50 градусқа дейін қайнатам. Сізге де осылай кеңес беретін едім. Инсульт, инфарктқа ұшырағыңыз келмесе, таңертең ерте тұрғаннан кейін бірден неден бастайсыз? Осы жылы суды ішуден бастайсыз. Соңын күндіз күні бойы ұрттап ішіп жүруіңіз керек. Сол кезде плазма дұрыс болады, қаныңыз қоюланбайды, қаныңыз тұтқырланбайды. Вязкий болып кетеді дейді ғой. Инсульт, инфаркттың бір себебі осы. Сондықтан мынандай термосты сатып алып, жылы су, салқын су емес, қайнаған су емес, 50 градустағы жылы суды ішіп жүруді әдетке айналдырыңыз. Мен бұны 4 жыл Қытайда тұрған кезде Гуанчжоуда сол жерден үйрендім. Қай офисқа барсаң да жылы су береді. Менеджерлердің, адамдардың, көшедегі адамдарды көрсең, қолында осындай термоспен жылы су алып жүреді. Сонан кейін барып түсіндім, суық су ағзаға, асқазанға зиян, ал жылы су сіздің қаныңыздың плазмасын қалыпты жағдайда ұстап отырады.